Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Достар, бүгін сіздерге мандариннің цедрасы қосылған ең жұмсақ және дәмді кексті қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Бұл кекстің соншалықты нәзіктігі бір тістегеннен аузыңызда еріп кететін болады. Ендеше жасап бастайық. Бұл кексті жасауда сіз мандариннің немесе лимонның цедрасын пайдалансаңыз болады. Сондай хош иіс береді. Бұл цедраны мен алдын ала дайындап алдым, яғни мандариннің қабығын кептіріп, содан соң блендерден өткізіп, осылайша осындай пирог жасаған кезде пайдаланамын. Ендеше кірісейік. 2 жұмыртқамызды алып, содан соң оның үстіне шекерімізді салып, блендермен араластыратын боламыз. Араластыру барысында біздің қоспамыз ағарып және көпіріп 2 есе немесе 3 есеге көбейеді. Сол сәтке жеткенде ғана барып, айранымызды құятын боламыз. Бір ескертетін жай, айранымыз жылы болуы қажет. Бөлме температурасында немесе микроволновкаға салып алсаңыз тез жылиды. Осы айранымызға сәл ғана тұзымызбен сәл ғана ас содасын қосып араластырып, қоспаның үстіне қосатын боламыз. Айранды құйып араластырғаннан кейін ерітілген маргаринімізді құятын боламыз және араластырып, мандариннің цедрасын қосатын боламыз. Егер де сізге ол хош иіс ұнамайтын болса, оны қоспай да жасай беруге болады. Ол кезде де жұмсақ болып шығады. Мүмкін ванилин қосуыңызға болады, сіздің қалауыңызға қарай. Ендігі сәтте електен өткізілген ұнымызға алдын ала құрғақтай разрыхителімізді қосып, қасықпен араластырып алып, содан кейін ғана барып қоспамызға салатын боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермеңіз. 2 немесе 3 бөлікке салып барып қана араластырыңыз. Сол кезде біздің қоспамыздың консистенциясы біркелкі, ешқандай түйіршіксіз әдемі болып шығады. Мінекей достар, қоспамыз дайын болды, біркелкі, жылтырап, әдемі болып шықты. Енді осы дайын қоспамызды формамызға құятын боламыз. Мен формамды алдын ала маргаринмен сылап алдым, яғни жабысып қалмас үшін. Осы формаға барлық дерлік қоспамызды құйып, қызып тұрған 180 градустағы пешімізге бар болғаны 30 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай 30 минуттың ішінде ең дәмді, ең үлпілдеген жұп-жұмсақ хош иісті кексіміз дайын болады. Әсемдеу үшін қант ұнтағын пайдаландым, беткі жағына сеуіп, содан кейін дастарханға ұсына берсеңіз болады. Шаймен бірге жеуге ең таптырмайтын тәтті болып табылады. Сіз де жасап көріңіз. Еш өкінбейсіз, рецептісі оп-оңай. Видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет.